Ал Бағдат. Кеш жарық. Кеш жарық. Еш жарық. Бағдат, көп жылдан бері, мысалы, біздер екеумізде жүгіреміз, спортпен айналысамыз, өз денемізді ұстаймыз, барынша денсаулықты күтуге тырысамыз. Мысалы, қазіргі таңда жүгіресің ба? Мен көп жүрем. Көп жүресің. Жүргенді жақсы көрем. Сосын мүмкіндігінше көп қозғалуға тырысам. Үйде де, тіпті кейбірде зарядка деп пол жуып жіберетінім бар ғой. Енді ренжіп жатады, сен неге пол жуасың деп қыздар. Бірақ өзім мен айтам, зарядка ғой ол. Денем қозғалып жатыр деп. Жалпы көп қозғалыс ол. Енді бізді адамның жасы ұлғайған сайын қан айналымдары нашарлай бастайды, холестерин жиналады бойыңа. Сосын жаңағындай ауыр тамақты көбірек ішеміз. Сондықтан соның бәрі сіңбей, біз кейбірде ұйықтап қалатын көп кісілер болады ғой. Иә. Мына жатар алдында біраз серуендеп қайтқан дұрыс дейміз. Енді көбі мына көп этажды үйде тұрғаннан кейін ба, далаға шығуға тіпті кейбірде қорқып та қалады ғой өзі. Енді мынандай сенің үйің сияқты кереметтей бау бақшасы бар мынандай үй болса, кешкілік осы бау бақшаның ортасында ары бері жүріп серуендеуге болады. Ал енді жалпы көп жүрген адамда қан айналымы дұрыс болады дейді, көп қозғалған адамда сондай дейді. Сондықтан көбірек қозғалуға тырысыңыздар. Менің айтар ақылым сіздерге. Иә. Енді Бағдат, білесің, мен де өте көп жүрем, спортпен айналысамын. Енді барынша уақыт таппаймын деп көп кісілер шұғылданбайды. Бірақ мен ойлаймын, ерінбесе уақыт табады. Әсіресе спортсмендерге айтып жатады ғой, алдыменен 21 күн екен. 21 күн шұғылдансаң, спортпен қай түрмен болсын, жүгіру болсын, жүру болсын, зарядка жасау болсын, 21 күн шұғылдансаң, арғарта өзің іздеп тұрады екенсің. Сондықтан үйреніп қалады ғой. Сондықтан 21 күнге дейін жеткізу керек екен. Соның кейін 21 күн жеткізгеннен кейін арғарта өзің үйреніп қаласың да, соны ізденіп отырады екенсің. Мысалы, ерте тұрып, екеуміз қазір саумалға барып жүрміз. Қандай тамаша, иә? Жаяу барып, таяқша бар емес, біз скандинав. Иә. Сонымен жаяу барып, екеуміз саумалға барып, саумал ішіп, қайтыста жаяу келіп, жаңағы ішкен саумалымыз бойымызға сіңіп жүр. Онан кейін үйге келіп аламыз да, жаңағы Бағдат айтқандай, менің бау-бақшама жаңағы бір жүріп барып, содан кейін барып үйге кіріп жүрміз. Енді ол жүру көп кісілерде, тіптен бізден жастарда кейде, сіздердің әне күні ғана осы жақында құрбан шалуға елге бардым. Сонда бір келіншек айтады, бір апаға айтып жатыр. Ол апа менен 4 жас үлкен екен. Сонда апаға айтып жатыр. Бізде сіздердің өкшелеріңізді басып келе жатырмыз ғой, мына отырып тұру қиын болды ғой дейді ғой. Содан кейін мен жаңағы барынша шамам келгенше түсіндіріп, көңіліне келмейтін де етіп, шамам келгенше барынша түсіндіріп жатырмын. Сондықтан бойды ұстау, адамның әдемілікті ұстау, бойының жаңағы артық салмақ жимау деген сияқтың барлығы адамның әркімнің өз қолында сияқты. Әрине. Өз қолында. Сондықтан мен әсіресе әйел адамдарға айтар едім, көп жүріп қимылдау керек. Содан кейін қазіргі таңда тізе ауруы өте көп. Тізем ауырады, белім ауырады дейді. Содан кейін тізе ауруында қазір көбінесе, Бағдат, байқап жүрсің ба, тізеге көбінесе темірлер салып жүр. Ол себебі қозғалыс аз ғой. Иә, өте. Ал енді қазіргі жас болсын, кәрі болсын, барлығы столға отырғысы келеді. Ал баяғы кездері жерге отырушы еді ғой. Оның өте пайдасы. Менің әдетім бар, мынандай орындыққа отырсам, малдас құрып отырады дейді ғой. Кәдімгі орындықтың үстіне шығып алып, малдас құрып отырып алам. Екі тізем былайынан. Бәрі таңғалады кейбірде сен. Мен әдетке айланғанда, мен үйде де кеңірек орындық алуға тырысам, сол орындықта жаңа аяғым бәрін малғастырып аласың. Иә, айқастырып. Ол енді мынау айқастырған сайын, былай айқастырған сайын, мына тізелердің ортасы қимылдайды ғой. Жалпы мына қазіргі таңда тізеге темір салғанға мен қарсымын. Енді амал жоқ, сәпсім жүре алмай қалмаса, бірақ та қазіргі кейінгі, ол енді бұрынғы апаларымыз жүре алмай қалған сол үлкен кісілер шығар. Енді қазіргілерге ондай салдырмауға мүмкіндік бар.
өйткені қимылдау керек, жүру керек. Әрине ол да денсаулығының диагнозына байланысты. Көбінесе ревматоидный артрит болып жатады, артроз артрит болып қалады, болмаса бұрын бруцеллезбен ауырған жағдай болып қалады, инфекционный аурулармен ауырған жағдайлар болып қалады, системный заболевание дейді, жаңағы системный буын аурулары болып қалады. Сондай жағдайда енді амал жоқ, жаңағы тізеге темір салуға тура келеді. Ал негізінде сол тізеге темірге жеткізбей өз қолымызда болды. Өйткені бізге тізенің ортасындағы жаңағы ана жілік майы деп айтып жатады ғой, жаңағы жіліктің ортасындағы мана несі сілекейі, сол сілекейі кеуіп қалады. Ол неге кебеді десеңіз, көп қимылдамағандықтан кебеді. Содан кейін барлығын витаминге сүйеп қоймау керек. Тағамды, кәдімгі ас ішуді табиғи өнімдерден жеген дұрыс. Біз анау өзіміз творог жасап жемейміз, ірімшік жасап жемейміз, магазиннің ірімшігін алуға тырысамыз. Оның барлығы әрине магазиннің ірімшігінің өзі химиялық жолмен жасалынады. Ал үйден жасасақ біз кәдімгі сүткі айранды құйып жіберіп, ірімшікті жасап, бетіне жаңа қаймақ араластырып жей қоямыз. Үйінде ондай сүт бола бермейді ғой, сондықтан. Бола бермегенменен қазір бұрын болмаушы еді. Қазір магазиндерде кәдімгі қолдың сүттері сатылады. Сондықтан ерінбей соны жасаған жөн деп ойлаймын. Табиғи тамақ жеген жөн деп ойлаймын. Жалпы денсаулықты сақтау әрқайсымыздың өз қолымызда деп айтқым келеді да мен. Дұрыс. Сондықтан көп қимыл, әрекет. Біз екеуміз неге көп жүреміз деп отырмыз. Көп жаңағы ертеңгісін зарядка жасаймыз. Бағдат айтып отыр, малғастырып отырамын тіптен деп отыр. Ал мен малғастырмаймын. Мен тізерлеп үйде кілемнің үстіне тізерлеп жүремін. Тізерлеп жүруге тырысамын. Енді мен осы жасымда Бағдат, мен қазір шпагатқа отыра аламын. Шпагатқа отырамын. Енді мен олай шпагатқа отырамын деп ойламаппын. Өзімнің әлде сүйегім кепке болды ма екен. Бірақ мен жастайымнан спорттың артына түстім деп айтпаймын, бірақ дегенмен кішкене күтімде болдым. Жалпы әйтеуір спорттың қай түрі болсын, денсаулыққа пайдалы дейміз ғой. Көбірек су ішу керек. Мынау көп қимылдамағаннан кейін адамға ожирение пайда болады, май жиналады, қан қоюланады. Қан қоюланғаннан кейін бұл аурудың барлығы пайда бола береді. Мысалы, қан сосудтарға жаңағы қанның кәдімгі сілекейленіп, қан тамырдың өзінің қанның жүруіне өте майда тамырларға тіптен жүрмей қалады. Әсіресе сахарный диабет адамдарға, мысалы сахарный диабетке келетін болсақ, ол ауруларға көп жүру керек болады. Өте көп қимыл керек болады. Сондықтан әр уақытта осылай қимылдап жүру керек Бағдат. Сол қимылдан жазбасын. Ертеңгісін екеуміз күніге жаяу жүрміз. Қазір Бағдатты қинап мен демалысқа шақырып алдым. Өйткені бұл кісі өте қолы тимейді. Соның өзінде жаңа концертке барып келді ғой? Концертке барып келді. Арасында концертке барып. Ортасында жаңағы әнін айтып концертке барып келді. Мінекей біз сөйтіп демалып жатырмыз. Осы жаз айындағы демалыстарымыз сәтті болсын. Рахмет.